Gelin sonra şimdi ama bularga qaytadan balalar. Kunning shug'ori keremet. Havamizning asli keremet. Yo'llarimiz qanday tamosha? Bola-baqsha keremet. Қазір жылдың қай мезгілі? Күз мезгілі. Көлім айта қойшы, күзде неше ай бар? Күзде неше ай бар? Біраз айта қой. 3 ай бар екен, иә? Қандай? Қыркүйек, қазан, қараша. Жақсы, керемет. Балалар, күзде қандай өзгерістер болады? Айбеке? Ұшып кетеді екен, дұрыс, және жерге түседі екен, иә, осылай. Қандай түске боялады екен жапырақтар? Айтты, дұрыс, сары түске боялады екен, иә? Балалар, сендер балабақшаға келгенде немен келдіңдер? Сырым, сен немен келдің балабақшаға келгенде? Гүлім? Немен келдің сен? Автобуспен келдің ба? Көлікпен келдің ба? Айда сен немен келдің? Автобуспен келдің. Сен ше гүлім? Машинамен. Расул тұра ғой. Расул сен немен келдің? Машинамен келді. Балалар керемет. Қазір қараңдаршы, күз болғандықтан, күн салқында сендер машинамен келдіңдер. Ал балалар, бәріміз кәнекей машинаға отырайықшы, машинаға қалай отырамыз? Кәнекей көлікке кіреміз. Не істейміз сосын? Не тағамыз? Ременіміз тағады екен. Дұрыс. Сосын қолымызды ремге ұстап, орынға бұрыламыз кәнекей. Ал енді жүреміз. Кәнекей машинамен жүреміз. Кәнекей көлігіміз айдаймыз. Жүреміз. Тоқтаймыз. Аяламаға келді, иә? Кәнекей. Бәріміз өз аяламаға отырмыз. Кәнекей орындарына отырамыз. Кәнекей орындарына отырамыз. Жолмен. Ал балалар, бүгін бізде ұйымдасқан әрекетіміз қоршаған ортта бар. Тағдырымыз көліктер. Ал қараңдаршы, ненің дыбысы екен? Кәнекей, тыңдаңдаршы. Ненің дыбысы болды? Көліктікі, иә? Ал енді қараңдар. Ненің дыбысы екен? Дұрыс. Пойыз, иә? Ал енді жақсы тыңдаңдаршы. Ұшақ, иә? Өте жақсы. Балалар, бүгін біз өтетін тақырыбымыз көліктер түрлері. Көліктер бар, үш түрге бөлінеді. Су көлігі, әуе көлігі және жер көлігі болып үш түрге бөлінеді екен. Ал бұлар енді қараймыз. Біздер бүгін көліктермен танысу үшін бірінші тақпағымызды бейнемақесті арқылы тақпағын шаттап алайық, жарайды ма? Бәріміз қараймыз балалар. Мынау кіші бала және не істеді? Үлкен болып өсті, иә? Мынау не? Көлік. Мынау бірақ деген белгілі бірақ. Мынау не істеп отыр бала? Сабақ істеп отыр екен, иә? Ал енді мен бірінші айтамын, сендер қайталаңдар, жарай ма? Бірінші ережені сақтайшы болар, кәнекей. Кәне ережені қалай отырамыз? Аяқты қолды жинаймыз. Үлкен болып өскенде, айтамыз. Үлкен болып өскенде машина алам, мен де. Машина алам, мен де. Бірақ ол үшін әрине, оқу керек күнде.
Оқу келіп, күнде және қайталаймыз. Үлкен болып өскенде машина алам менде. Бұл үшін оқу керек күнде. Оқып, әдетті болу керек. Сол үшін сендер үлкен болғанда әкелерің аналарың сияқты көлік аласыңдар, иә? Ал кәдімгі ережені сақтаймыз балалар. Енді қараймыз. Біздер көлік түрлерін айтып, иә? Жер көлігі қараймыз. Жер көлігі, әуе көлігі және су көлігі. Ал қараймыз енді. Қандай екен? Су көлігі. Көреміз. Не бұл балалар? Кеме. Қайда жүзеді? Суда жүзеді. Енді әуе көлігін көрейікші кәнекей. Әуе көлігі бұл ұшақ. Ал жер көлігіне қандай көліктер жатады екен? Машина. Қараймыз. Қараймыз. Не бұл? Бұл көліктер жер көлігіне жатады екен, иә? Ал әуе көлігіне тікұшақ және ұшақ көліктері жатады екен балалар. Ал су көлігіне кеме. Олар суда жүзеді екен. Ұшақтар қалай ұшады екен ұшақтар? Қане, орындан қарайшы кәнекей балалар. Ұшақ қалай ұшады екен? Көрсетейікші кәнекей. Ұшақ қалай ұшады екен? Көрсетейікші кәнекей. Ұшақ қалай ұшады? Не осылай ұшады екен ұшақ деген? Ал пойыз қалай жүреді екен пойыз? Пойыз осылай жүреді екен, иә? Ал көлік? Машина, көліктер қалай жүреді екен? Былай жүреміз алдыға, иә? Түзу жүреміз. Жарайсыздар балалар. Керемет. Ал орнымызға отырыңдар. Балалар, ережені сақтаңызшы кәнекей. Аяқты жинаймыз. Балалар, маған қазір енді роботехника арқылы маған екі бала келді. Нұрасыл және кім келді екен маған? Айша жүре ғой. Айша келе қойдар екеуі. Ал кәнекей Нұрасыл сен ұшақты аласың, тоқтап тұр. Ұшақты ала ғой. Ұшақ суретін алдым, иә? Тоқтап қоя береміз. Енді қараймыз. Ұшады ма, жері суда ма, жүзеді ма ұшақ? Ұшады, иә? Енді осы ұшаққа бару үшін кәнекей белгілермен балықтарға барамыз, иә? Жақсы ма? Ал кәнекей санамыз. Санашы, санамшы. Төрт, бастың ба? Енді қараймыз. Басамыз енді. Солға және тура. Енді ортасын басамыз. Кәнекей ұшағымыз деп. Керемет. Ұшағымыз қайда ұшып кетіп бара жатыр? Аспанда, иә, әуеде ұшып бара жатыр. Енді Айша көліктер, иә? Жер көлігі ма, әуе көлігі ма, су көлігі ма? Қайсысы? Көрсетсін. Жер көлігі. Енді жер көлігіне сен барасың, иә? Жер көліктерді жер көлігіне барасың. Енді қараймыз. Алгоритм бойынша тура және оңға, солға белгілерді қойып шығамыз. Бойынша басалым. Және алға, оңға және алға. Ортасын басасын.
Al енді көреміз, көйлектеріміз дұрыс барады ма екен? Керемет, жарайсың. Өте жақсы, керемет. Орнынан отыра қойыңдар. Ал балалар, енді қараймыз, бәріміз тақтаға қараймыз. Мынау не балалар? Ұшақ. Кеме және машина. Балалар, енді осы көліктерді қанекей жолдан тауып беріңдерші. Ұшақ. Қай барады ұшақ деген? Қандай көлік? Әуе көлігіне апарамыз. Пойыз ше? Пойыз, темір жол, иә? Темір жолға апарамыз. Кеме мен көлік табылыш қанекей өздерін. Қанекей, қай көлік, қай жолмен баратын? Тауып бердіш қанекей. Көлікті қанекей? Иә, үш ұстаймыз. Қайшы жазаға? Жазаға әдемі. Қанекей жазаға? Қайыр тексеремін. Қайсы? Апай. Кеме қайда барды? Қайда барды кеме? Апай. О не? Апай. Су өте жақсы, керемет. Қайсы? Тапсырманы орындап болдыр ма? Қайда барады? Дұрыс. Темір жолға барады. Көзіміз. Апай. Ал енді қоямыз. Тапсырманы бәрі керемет орындады. Жақсы қарындашты қоямыз. Айбеке. Сұрым өте жақсы, керемет. Жарайсыңдар. Балалар, енді біздер келесі тапсырманы орындаймыз. Маған 3 қыз шығады. Айда, Амелина және Гүлім шығады. Тапсырманы орындаймыз. Балалар, енді қараймыз. 3 қызымыз тапсырманы орындайды екен. Жер көлігі. Қандай көлік болады? Әуе және су. Сендердің алдағы тапсырмалар қараңдаршы. Мына жерде 3 түрлі көлік түрлері бар, түрлері бар. Соларды орнына кәдімгі жабыстырамыз. Су көлігіне Гүлім жабыстырады. Жер көлігіне Айда, Амелина, әуе көлігін жабыстырамыз. Кәдімгі бастадық. Ал сен тапсырманы орындай беріңдер. Қарындаштар алып дұрыстап. Кәнекей қыздарды қараймыз. Дұрыс қойып жатыр ма орнынан? Дұрыс емес па? Кәнекей. Дұрыс па екен балалар? Иә. Дұрыс екен, иә? Ал Гүлім. Айт, аттам, айта қой. Ал көліктің түсі қандай? Автобустың түсі қандай екен? Өте жақсы, керемет. Енді Амелинаны көреміз кәнекей. Ұшақ. Зымыран. Зымыран. Ұшақ. Мына ұшақтың түсі қандай екен? Көк, өте жақсы, керемет. Енді Айдаға береміз. Айданың көлік қанекей? Қандай көлік Айда? Су көлік екен.
Keyin meni mына қайық аты қандай? Түсі қандай? Түсі қандай қайықтың? Қызыл. Өте жақсы, керемет балалар, өте жақсы. Қыздар, орнымызға отырамыз. Кәнекей. Ал балалар, енді бәріміз ортаға шығып, сергіп аламыз, иә? Жақсы, кәнекей балалар, орнымыздан тұрамыз. Шаршап ішінде тұрамыз. Балалар, енді қазір бізде ойын, бағдаршам ойын. Мен сендерге балалар түстерді көрсетемін. Мына жерде неше түс бар? 3 түс бар екен, иә? Қызыл, ал балалар, қазір біздер бағдаршаммен сендерге түстерді көрсеткенде, сендер сол түспен қимыл жасайсыңдар, жақсы ма? Қазір мен әуенді қосамын. Қызылды көрсеткенде не істейміз? Тоқтаймыз. Сары түсіні жүреміз, иә? Жақсы түс шаққанда жүреміз. Ал балалар, кәнекей, дайындаламыз. Қызыл, тоқтаймыз. Сары. Жай жүреміз, кәнекей. Көлікпен. Жасыл. Айдаламызға жүреміз. Қолымда бөліп айдам. Тоқтаймыз. Сары. Ақырында жүреміз. Жасыл. Жүреміз. Қызыл. Сары. Жасыл. Жүреміз, иә? Жарайсыңдар, керемет. Тыршығын алыңдар ма? Жақсы. Ал енді орнымызға отырамыз, балалар. Балалар, бізде бағана не өтті? Көліктері өтті, иә? Қараңдаршы, бізге не керекті? Паровоз кетті, иә? Бұның нелері жоқ екен? Қараңдаршы, не жоқ? Вагондары жоқ, өте жақсы көреді. Балалар, біздер паровозға көмектесеміз, иә? Вагондарын не істейміз? Тауып береміз. Мен бірінші қараңдар, мен қалай жабыстыратын үлгісін сіздерге көрсетемін, иә? Қайшы керек бізге? Желім және вагон 3 түсі, иә, балалар? Ал енді қайшыны қалай ұстаймыз? Абайлаймыз, үстімізге қимаймыз, қасымызға балаларға тықпаймыз, ақырында қайшымен жұмыс жасаймыз, балалар, жақсы ма? Міне, мен қандай түсті алдым, вагонды алдым. Қандай түс? Көк түс, иә? Бірінші қайшыны оң қолмен ұстаймын. Екінші қолмен ақырында шетінен ұстамаймыз, балалар, неге? Қайшыға тепесінде қолдарын кесіп келеді. Ақырында ұстаймын. Бірінші мен осылай қиып аламыз, иә? Қиып. Дайындап қоямын. Менде бірінші вагоным дайын болды. Қазір дайындаймыз. Қазір қараймыз. Үстерімді қимаймыз, балалар, жақсы ма? Киімдерімді ұқыпты абайлап ұстаймыз қайшыны. Біреу дайын болды. Енді қандай түсті вагонды алдым, балалар? Қызыл түсті. Қызыл түстін аламын. Ақырындап тарелкаға саламыз, иә? Қалған көмекте қағаздарымызды жерге тастамай қайда қоямыз? Тарелкаға саламыз. Міне, екінші пайда болды. Жерімді аламын. Аузымды салмаймыз. Жерімді балалар ақырында шығарамын. Және арқасына жерім жағамын. Бізге паровоздың қасына жабыстырамын. Бір вагоным дайын болды. Және жерімді арқасына жағамыз. Және екінші вагоным дайын болды. Қандай вагон түсіп қалды? Сары. Бізде осылай 3 вагонымыз дайын болады. Бізге рахмет айтады. Бізге рахмет айтады, иә, сіздерге? Маған вагондарымды жабыстырып бергендері үшін рахмет деп айтты сіздерге. Үшінші дайын болды. Жерімді жағамын арқасына ақырындап. Үстімізге жерін жақпаймыз, балалар. Көрді ма? Осы менде пойызым дайын болды. Ал енді сендер жұмыстарын бастаймыз. Қайшыны аламыз бірінші ақырында. Қайшыны абайлаймыз, балалар. Қолдарымды, саусақтарымды кесіп алғандар, иә? Қайшыны
Bunlar baba. Kalan keyin жалғастырамыз, жарайды ма? Hani karışını ornuna koyamız. Öyle keyin birimiz koyalım. Hani ornuna koyamız, жерinde ağzını жабамыз, балар. Karışını koyamız. Koyalım keyin жалғастырамыз. Қараймыз, маған қараймыз. Бүгінгі балар осымен ұйымдастыру совет қоршаған орта